Туған жерім нұрлы елім акциясы аясында Мәртөк ауданының күндеріне орай жексенбі күні тұңғыш президент атындағы орталық саябақта үлкен концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Бұл ауқымды шара ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды. Алаңда қаз-қатар тігілген киіз үйлер келген әрбір қонақты қарсы алып, астан дәм татқызды. Қала тұрғындары мен қонақтары саябақта жәрмеңкені, қолөнер бұйымдарының көрмесін, спорттық жарыстарды және гала-концертті тамашалады. Бұдан бөлек спортпен шұғылданатын мықты жастардың қатысуымен қызықты экстрим шоу ұйымдастырылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл білектің күшін дәлелдеген көрініс. Бүгінгінің тау көтерген толағайы 18 жастағы Руслан автобусты сүйреп орнынан қозғалтты. Мәртөктіктер ұйымдастырған бұл көрініс қала тұрғындарының зор қошеметіне бөленді. Білекті жігіттер гірді тіспен көтеріп, көрерменнің көз алдында темірді майыстырды. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта Мәртөк ауданы күндерінің аяқталуына орай өткен бұл шараларға өңір басшысы Бердібек Сапарбаев қатысты. Ол қолөнер шеберлерінің жұмысын бағалап, қаз-қатар тігілген шатырлардың біріндегі мәдени орталық өкілдері әзірлеген ұлттық тағамдардан дәм татты. Ауданның жетістіктерін бұл күні қала тұрғындары да зор мақтанышпен жеткізді. 1999-2003 жылдармен салыстырғанда Мәртөк ауданы қазір онда жер мен көктей. Біз ол уақытта газдың кіруін армандайтынбыз. Газ туралы көп жұмыс істедік. Таза су кіру туралы армандайтынбыз. Көшені асфальттау деген сияқты. Қазір енді оны өздеріңізді білесіздер. Қазір мына үлкен Батыс Европа, батыс не жүргеннен кейін қаншама өзгерісі. Ұлттық қолөнердің жарқын үлгісін мәртөктік тігінші Уразбике Тәжбенова көрсетті. Хлебадар ауылында тұратын шебер қыз жасауына тапсырыс қабылдайды. Құрақты зерлеп, оюлап тігетін оның көрпелеріне сұраныс көп. Жас кезімнен айналысып, тоқыма, кілем тоқу деген бәрі. Қазір оларға тапсырыс жоқ, енді мына қазір көрпе қыз жасауына тапсырыстар болады. Соларды қабылдаймын. Біз енді ауылдық жерде тұрғасының онша көп өте бермейді. Заказы өзіміз іздеп жүріп табамыз. Мәртөк өңірдегі әлеуеті осал емес, шаруашылығы дамыған аудандардың бірі. Мәселен, биыл аудан бойынша 85.700 гектар алқапқа егіс егілді. Бұдан бөлек осы жылы 35.000 құсқа арналған ферма салынбақ. Келесі жылы құны 15 миллион теңге болатын жем зауытының құрылысы басталады. 25 жылдың ішінде Мәртөк ауданының жеткен жетістіктері де аз емес. Сол 25 игі іс-шара деген акцияның аясында барлық аудан бойынша 34 елді мекен болатын болса, сол 34 елді мекенге мынау ақпараттық насихаттық тобы концерт бағдарламамен шараны бастап кеттік. Осы тәуелсіздіктің 25 жылдығы, яғни тәуелсіздік күні қарсаңында біздер аудан бойынша барлық 34 елді мекенді аралап шығатын боламыз. Мәртөк облыстағы көпұлтты аудан, қазір 30-дан астам ұлттың өкілдері тату-тәтті ғұмыр кешуде. Жерлестерінің бұл ерекшелігін облыс орталығына қоныс аударған байырғы мәртөктіктер де еске алды. Мәртөк енді көп ұлтты интернационалды енді аудандардың бірі деп есеп санаймыз. Өткен себебі ояқта бірнеше ұлттың өкілдері баяғыдан бері Совет үкіметінің кезінен бастап сояқта жергілікті өздері әбден жерсініп кеткен. Сондықтан өте жаңағы ауыл шаруашылығы жағынан да жақсы дамып келе жатқан аудандардың бірі. Мәртөк жыл сайын дамып келе жатыр. Енді қазір енді бұрынғыменен салыстыруға болмайды деген десеңіз, бұрын енді көбіне егістікке кеуіл аударатын еді. Қазір енді жан жақтан мынау көлік жағынан да, сауда жағынан да, өндіріс жағынан да дамып келе жатыр деуге болады. Мәртөк меніңше осы облыстың ішіндегі ең алдыңғы аудан деп айтуға болады. Көрме жасап, қазақтың ұлттық салт дәстүрінің нелерін, көрпелерін, киімдерін әкеліп көрсетқанына мен өте қуаныштымын. Өзіме ыстық, бүткіл таныс нелерім, мысалы, адамдарым бәрін көріп мәз болып отырмын. Қазақтың киімдері, концерт болып жатқан концертті көрдім, қолдан жасалған бұйымдарды көрдім. Соларға қатты ұнады. Жарқын концерттік нөмірлер, көңілді флешмоб, экстрим шоу. Мәртөк ауданының күндеріне байланысты өткен мерекелік бағдарлама гала-концертке ұласты. Өнерпаздар сахнаның сәнін келтіріп, мың бұрала билет, танымал сазгерлердің әндері шырқалды. Жастар ғана емес, әжелердің ансамблі де ақтөбеліктерге өнерден тарту жасады. Айгүл Байменова, Руслан Эльтаев, Қазақстан, Ақтөбе.